Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс көру каналы. Ұйықтап жатқан түс көру пенде баласының тән тылсымдардың бірі. Көп адам түсті Тәңірдің аяны деген сеніммен көрген түсін құпиясын ашуға тырысады. Ал енді біреулер түс түлкінің тезегі деп қолды бір сілтеп мән бермесе жүре береді. Бүгінгі шығарылым әр түрлі тақырыпта болмақ. Егер кісі түсінде түйеге мініп жүрсе, ол жақсы, өйткені түйе ұлық жануар. Жалпы түсте көлікке мініп құламай жүру жақсылықтың белгісі. Түсінде биікке тауға шыққан кісі өңінде үлкен дәрежеге көтеріледі. Түсте баққа кіріп оны аралау жақсылықтың нышаны. Түсте жақсы көйлек кию кісіге өңінде қуаныш әкелетін істің боларын хабар береді. Түсінде аспанда тұрған айды көру өте жақсы. Мұндай түс көрген кісі мұратына жетеді. Түсінде күнді көрген кісі мерейі өңінде дұшпандарынан үстем болып дәулеті тасиды. Түсінде өзен көрген кісі өңінде үлкен олжаға пайдаға кезігеді. Егер адам түсінде өзеннен су ішер болса, онда ол өңінде мақсатына жетеді, құрметке ие болады. Түсінде інжу мен маржан көрген кісінің үйінен байлық үзілмейді. Түсте жұлдыздарды көру жақсы. Ондай түсті көрген кісінің балалары дәрежесі жоғары болады. Түсінде семсер немесе мылтық көру кісінің өңінде табыс тауып дәулеті таситынын білдіреді. Түсінде үйленген жақсы. Ондай түс көрген кісі өңінде тілегеніне жетеді. Түсте өлген адам көрудің зияны жоқ. Егер ол адам сөйлер болса, онда ол шындықты айтады. Түсте суда жүзіп жүрген балықты көру жақсы. Ондай түс көрген адам өңінде перзент сүйеді. Егер кісі түсінде қой көретін болса, онда ол өңінде басшы қызмет атқарады. Егер кісі түсінде ақ қоян енсе, онда қыс қатты болады. Керісінше қара қоян енсе, онда қыс жайлы болады. Егер кісі түсінде ит қабатын болса, онда ол өңінде бір қатыгез адамның жаласына ұшырайды. Егер кісі түсінде ағаш тасып жүретін болса, онда ол өңінде байлыққа кезігеді. Егер кісі түсінде шашын алдыратын болса, онда ол өңінде кедейшілікке тап болады. Шашы өсіп кеткен болса, онда ол өңінде байиды. Егер кісі түсінде құс ұстап алатын болса, өңінде үйленеді. Егер кісі түсінде алтын көретін болса, онда өңінде біреулер шапағатын тигізеді. Түстегі жағымсыз иіс өңіндегі жайсыз істің нышанын білдіреді. Түсіңізде аң патшасын көру сізге үлкен күштер ықпал етеді. Арыстанды өзіне бағындыру кез келген істе сәттілікке ие болады. Егер кісі түсінде сол жақ азу тісінің түсіп қалғанын көрсе, онда ол өңінде оған анасы жағынан туыс болып келетін біреу қайтыс болады. Егер кісі түсінде суда жүзіп ойнап жүрсе, ол өңінде әкім болады. Егер кісі түсінде таза суға сүңгитін болса, ол өңінде ақталып ел қатарына қосылады. Егер кісі лай суға түсетін болса, онда ол өңінде қайғылы күйге душар болады. Егер кісі түсінде тауық көрсе, онда ол өңінде досының ісіне сүйсінеді.